Mına zaman jaman zaman emes. Munday zaman aylanıp qaytып келуі de қиын. Zaman alға қарай қадам басқан сайын аршынымыз өсіп, халқымыз аман болып, bizim görgөнümüzді бұларға көрсетпесін. Құдай көрсетпесін. Partiyazga upravляющий oldu. Жақсы адам болу керек. Жақсы өмір сүру керек. Жүрегі жарылып кетіп сарайғыштан дегенде, бұл тегісі деген қандай болды дегенде айтқан екен. Бұл социалистік мемлекет деген бала күнімде 5-6 күн әнерден 5-6 күн мінерден сабақ алғаным болмаса. Ассалаумағалейкум, құрметті Текшіл ауылының тұрғындары. Бүгін Түркістан облысы Сарыағаш ауданы Текшіл ауылдық округіндегі ең үлкен қариямыз, қазынамыз Бұралқы көкемізден осы Текшіл ауылының тарихын сұрау үшін, сұхбат алу үшін келіп отырмыз. Көке, қош көрдік. Құдай қаласа сіздің жасыңызды берсін өзіңізден кейінгі балдарға. Иншалла. Жалпы осы Текшілдің шығу тарихын өзіңізден сұрап біліп алып қалсақ деп жатырмыз. Бұны айттым ғой, Қарамақан деген кісі болған екен. Оқымысты кісі екен. Ол кешегі 37 жылдардың несінде неге ілініп тізімге, қара тізімге. Собары бір хабарсыз құрып кеткен. Зейілбек деген кісі болған екен. Ол қырдан келген Қоңыраттың Алтынбек деген кісінің баласы екен. O da сол қара тізімге ілініп, Ташкентте жүріп істейді екен. О жерден біраз балаларды жетім ғана өткізген екен уақытында. Зейілбек өзінің бір әнелерін сөйтіп жүріп, олар қара тізімге ілініп, олар құрып кеткен. Сол уақытта 28 жылы жаңағы бізді Тегісшіл колхозы деген колхоздың намы болсын, бұл Тегісшіл болсын дегенде, бұл Тегісшіл деген қандай болды дегенде айтқан екен. Бұл социалистік мемлекет деген мағынаны білдіреді. Кейін біз сүрістіргенде, мынау Өскемен жақтамада бір Тегісшіл бар екен. Солай бұл дұрыс екен деп шыққан. Одан мен балалық шағым қырда өсті ғой шырағым. О 46 жылы қырға қойға бардым. Қойдан нағып көшіп келгенімізше 1953 жылы көшіп келгенбіз. Келгеннен кейін менің өмірімнің өзі көбісі осы жұмыспенен кетті. 61 жылы трактордың оқуын оқып, кейін трактор айдап, сонымен бала күнімде 5-6 күн әнерден 5-6 күн мінерден сабақ алғаным болмаса, белгілі бір мектепте 1-2 жыл тұрып оқыған емеспін. Өзімнің немде. Әнерде жылғада да 1-2 ай оқығам. 49 деген сенің ауылыңда да о ескі мазардың арғы бұрышында мешіт бар еді. Сол мектеп болған. Мәдениет ауылында да? Мәдениет ауылында. Сөйді де оқығам. Смадияр, мен тағы бір Сабыр деген бір қу бар еді. О солар бәріміз Өмірзақ бар еді. Өмірзақ кейін нағып кетті ғой, көтерілді ғой. Сондай бір қатар адамдар өтті қой. Көке, енді алғашқы мектеп осы төңіректе Текшіл ауылдық округінде қай жерде болды? Біздің мектеп болды. Осы Текшілда болды? Ең 7 жылдық мектеп біздің 1945 жылы Сайып Тастанбеков деген кісі Хантузия алып, неге келген соғыстан.
Hantuzi alıp. Sodan kelgene keyin o kişi Sagut'u bitirgen adam ekan. Burun nede Taşkent'te bo'lganda. Şöyle o kişini öşürge direktör saylap, direktör olup yürüp 48 yılıma Aşkabat'ta yeri tutkan, kattı silkinisi oldu. Sonda sodan жүрегі жарылып кетіп Сарыағаштан осы ауылға дейін ешекпен келген ғой. Сөйтіп қайтыс болып кетті. Содан екі бала бар еді, біреуі кейін қайтыс болды, біреуі мынау неде омыртқа миям дейміз, сөзді Мұғаш Тастанбеков деген Сайыпов сол кейін қайтыс болды ғой. Соның шешесі Анар Сүлейменова деген ол педучилищені бітірген адам еді. Сенің ауылыңда Құлғаныс Бейсенова деген бар еді. О да педучилищені бітірген. Осы жерге мұғалім болып келді. Алғашқы мұғалімдер кімдер болды сонда? О, Қалқұл Жүзбаев болды. Жаңағы айтам, Ғалия Темірғалиева деген болды. Беғали Манан болды. Ғалия Темірғалиеваның шешесі Забрайына болған Сарыағашта. Ауданда? Ауданда. Сол аудандағы дүрілдеп тұрған ненің Забрайынасы өшерге әкеліп, қызын мұғалім қойған, орыс тілі сабағынан беретін татар еді. Ауылға әкеліп, ауылға әкелді ғой ауданнан. Осы ауылға әкеліп. Сонда ауылдық мына ересектер мектебін Лепкез ашқан. Лепкез сауатсыздарды сауаттандыру деген. Соны ауыл-мауыл түнде жүріп оқытқан керек десе. Біз бала күнімізде. Сонда сауатты білмейді ондарға мынаны А деп айтыңыз, мынаны Б деп айтыңыз деп үйреткен. Соны мен әлге дейін таң қалам. Сол жанашырлыққа өзінің қызын өшерге әкеліп қойған нағыз жанашыр адам. Ол одан басқа адам тірі әкелмейді. Сөйлесен, он жылқын ойып тұрып орта жерінен мұғалім ақып қояды ғой қызын. Біздің өшерге жанашырлықпен осы шеттегі ауыл әуелі теңелсін деген мағынада болған екен. О кезде 7 жылдық ба да? 7 жылдығы да ғой. Соны кешегіден Әкімбайдан да сұраймын, басқадан да сұраймын. Ғалия Темірғалиеваны біреу айтамайды. Енді көке бұл ауылда сіздің уақытыңызда немен айналысты көп адамдар? Диқаншылықпен айналысты ма, мал шаруашылығымен ба? Біздің ауылда немен айналысқан еді? Біздің негізгі көшпенді ауыл демейді, бізді жатақ ауыл дейді ғой. Біз күзде қырға шығып отырамыз. Көктем шықса Тоғайға келеміз. Тоғайға келгенде колхоз 25 сөттік жер берген. Әр адам? Колхоздың әр адамға емес, бір семьяға 25 сөттік жер берген. 25 сөттік жер үлкен жер. Үлкен жер. Соның шетінен картішке кет, қауыны кет, жүгері кет, екенін ала дейіп. Сол жүгерден қанар жүгер асақ, бір жыл айланғанша жетет деушек. Жүгерге жоғылады, жүгері ботқа қылады. Жүгерден неған адам, ертерек жүгерін орбаған адам орнына тары кет. Бір тары деген тез пісетін тары бар. Соны айнап, о тары көже, майсөк, анау, мұнау деп
Avqat көбейішеді ол уақытта. Көке, сіз білесіз ба, білмейсіз ба, бұл ауылға бірінші келген семья бар ма негізі? Бірінші қоныстанған текшілға. Кімге бірінші қоныстанды осы ауылға? Біздің осы қаңылар неғын ғой. Мынау Тоқай арығайды. Мынау арық. Анау диірмен дейміз, молда отырған жерді білесің бе? Иә. Молда отырғаннан бұлай айланып, ары барған анау Құдияр саған темір көпір бар ма? Жаңа мектептің жанында. Сол арық бетін бәрі сол таным еді. Біздің Тоқай арығы неғып, Тоқай арық деуші еді. Біздің бала күнімізде мен шалдарға шай құйып беріп отырғанда айтатын, біздің бүйерге келгенімізге 300 жыл болған деп. 3 ғасыр. Ең бірінші анау Ақбарақ Алсейіт, Тоқай Солтаным, өнекейін жүзімдікте ешкіл шоқпар деген бар. Осы алтата. Біздің осы Текшіл ауылында ең алғашқы мешіт қайерде болған? Алғашқы имамы кім болған молдасы? Ең алғашқы мешіт әзіргі мынау Мараттар қораған төбе бар ма? Соның алдында үлкен тамтыр ғой. Соның орнында бізде Түнікөл мешіт болған екен. Сол уақытта Түнікөлмен жапқан Қырғыз молда деген молда бұл. Алғашқы молда да? Бірінші молдасы да осы ауыл? Қырғыз молда екен. Сол Қырғыз молда деген кісі бірнеше жыл молдалыққан екен. Екінші мешіт анау Солтанында да мешіт болған. Ақсақ молда деген кісі мешіт тұрғызған екен. Кейін ояқтағы мешітті бұзып. Өсігіндегі Нұрлан дегендердің үйлерінің алдында сөрді өкіметтің ысқылаты несі бар еді, сөрі апарып саған ағашын. Біздің мешітті бұзып, көпірге де салды, басқа қылды. Бәрін құрты. Одан кейінгі мешіт мынау. Өсігінде дәулет отырған жер бар ма? Сөрдет. Алғашқы мектеп қайерде болды? Бірінші мектеп, жаңа 7 жылдық. Алғашқы мектеп арықтан бұрылған жерде төбенің басында еді. Осы көшенің бас жағында ма? Осы көшенің басында, арықтың жағасында. Далаға шыққан адам арық жағалап жүреді, мектептің артында. Содан арғы Қабидің үйі дейміз ғой. Сол Қабидің үйіне дейін барған сөрді екітен бір айуан бір кішкентай тамдар бір еді. Сөрге мұғалималар кеп жатыр. Түске дейін 3 мектеп, түстен кейін 4 ма болып оқиды, 7 ауыз. Магазин болған бұл кезде? Магазин болған. Кім ашқан еді магазинді? Оны ең бірінші Зүбайда деген әйел магазинші болған. Сонда мына дәулеттің үйінің алдында кейінгі болған мешіттің, ол мешітті құртты ғой. Соны магазин қылып, магазиннен алатығын ақша жоқ. Қолда ешкімде ондай ақша болмайды. Со әкелген шоколадтары құрттап кеткен. Далаға төгіп атқан біз баламыз сол. Шоколадтың құрттамағанын алып жейміз ғой. Арасынан теріп аласыздар да. Арасынан теріп аласыздар да. Теріп аламыз. Өзіңіз көке осы ауылда тұрдыңыз ғой, баяғыдан, кішкентай кезден. Өзіңіз мақтанатын адамдар бар ма осы ауылда? Өзіңіз мақтанатын адаммен мақтанам дейтін адамдар бар ма ауылда? Енді орнын қалыптастырған. Мені бірінші Адырға жіберген Шәмеке Ибрагимов деген кісі. Біздің әкеміз бронмен қалған екен. Неден? Соғыстан. Ол кісі арба айдап жүрген, ана кісі келгеннен кейін, сіз бронмен қалған екенсіз. Мал бақпасаңыз болмайды.
Tım olmasa biraz yıl deyip, жаңа 46 yıl bizde aydan koy. Şunu koyun, әлі sonda Zemşehir kolxoz boyat, keyin Pirzidat kolxoz oldu. Söyleyip жүріп bir günü bardı da, bir algı senin soruna düşüp, nağan ekem, men kitap jiberem. Sen so kitapta, koydun sonunda жүріп okuyuver oku. Kudanın kudurdu o günde devva koy. Kayaktan tavuk jibergen, ağzın buğan bir kap kitap jiberdi. Tüyög artıp, ket bir kındarına. Üge aparıp berdi. Sonun işinen talay kitap okudum koy. Ağustos boğan eken kapkazak koyam aketet. Onun ornaya. Menin evveli maktan tutasın adam soğuksa. Şemeki bir Menin közümde aşkan da soğuksa. Men bunun ne gereği var demişim. Söylesem, katlı jönde bize zamaytın adamlar bola degen. Söylesip, menin ja sahip ağay direktör boldu oğul. Ol bir maktanış. Mına şemeki ne boldu koy? Pirzidat kolxoz boldu. Kanca istedi. Bulardın akeleri Kampiskabay etip ketip, sodan neşinci yıl kaytıp begene keyin menin atımды koyup, o İbrahim degen kişi. Sodan oşuncu halkka keldik koy. Şemege жақсы басқар da oldu. Bırak bizde köp durmadı da. Mına ilişke de vardı, upravlayiş bop. Pirzidat kolxoz bop. Keyin Selski Sovet bop bardı. Partiyazga upravlayish bo'ldi. Pirzidat kolxoz bo'ldi. Ko'pni istesdi. Yaxshi. Bizning avulda sonday maqtan qiladigan adamlar o'z kishilar qo'y. Davul degan kishi ne bo'ldi qo'y? Buxgalter. O bir necha yil buxgalter bo'lib ishladi. Bizni Zeytbay ag'ay. Ol armiyadan kelgandan keyin Pastayan magazinde bo'ldi. Bir yilgina sekretar bo'l istedi neda? Kengsede. Ustazlarınız kim bo'lgan siz? Muğallimleriniz. Muğallimleriniz kim bo'ldi ustazınız? Halqul bo'lgan qo'y. Halqul bo'lgan, halqul nega ketib men kelgandan keyin 13 yaşımda gelip kaldım o yanaktan. Sen oku dedi. Ay, men son puyup жүріп, qayta okuğa baram. Oy, koy işi dedim. Sonda men koy emas, ana işimdeki okugan kitabımenen Almatıga ma, bir nege ma, bir ulkan bir adebi kitap yönünden okuganımda bir ajeptör bo'lib ketermem. Özüm ar tuttum da ulkan bo'ldim. Oyağa baruğa, mına yakta meni iyegi enim bir qarindasım bo'ldi. Özünüzden keyin. Mayda oy. Iya. Qarindasım özümenen 10 yaş. Ana enilerim 5 yaşı, 4 yaşı sonday. Şu olar tastab, akişeceğim tastab ketemey kaldım. Сөйтіп мен оқıyamay қалдым. Балам менің бар өмір тарихым осы. Көке, ауылда ең алғашқы дәрігер кім болып келген біздің ауылға осы текшілға? Оны соғыстың уақытында поляк та келді bu yerге. Нелен. Bir orus kempir geldi bizim bir tamımızды bosattırıp sonra kirgizgen. Buyun ucuna kirgizip berişedi. Kirgizesin jatlarsın. Ol orus kempir keyin ölüp kalıp biz anı kırga ketip kaldık da. Sözde ölüp kalsa
apar bir duvaldın nesine kazıptı da duvaldı kulata saptı. O doktorxana qayerda bolgan sonda? Qayerda oturasın bolgan? Bir ofis birдеңе bolgan mı? Doğdurgana bir belgeli doğdurgana yok o vakta. Her yerde. Keyin bar mektepin yanından bir bölmeni verip şöyle yatıp süйтіп жүрді ғой. Адам өмірде қандай адам болып қалып кету керек негізі? Адам қандай адам болып қалып кеткен дұрыс өмірде? Adamның бәрі жақсы болсам дейді ғой. Жаман болам деп ешкім айтпайды. Жақсы адам болу керек. Жақсы өмір сүру керек. Мынау жастарды тәрбиелеу жағына көп көңіл бөлу керек. Достарыңыз кім болды көке сіздің өзіңіздің жас кезде? Достарыңыз кімдер еді? Достарыңыз, сыныптастарыңыз? Bu yerде менде Пернабай болды. Текшебай деген болды. Мына Қошқар деген болды. Ана жерде бір Қошқар бар еді. Абыл Брахым деген бар еді, Серікбайдың ағасы. 5 адам гәп жеушек. Бірге отыр, Әмір деген болды. Мынау Оралханның әкелері. Солардың уағында, солардың Жүсіпі қой түйтті айнан меніменен мылтық атып жүріп наған менің ендігі жан жолдасым соғып қалды ғой. Бұл бәріміз қатар өстік, қатарына алдық. Бірер жас кішілігі болмаса Жүсіпі бірге өскен. Осындай. Көке, мына осы Текшіл ауылдық округінде Текшіл ауылы бар, Таскескен ауылы бар, Мәдениет ауылы бар да 3 ауыл бар. Сол ауылдардың біріншісі пайда болған қайсы ауыл негізі? Тарихы ең Текшіл ғой. Текшіл, одан кейін Айнақовтар кейін келді ғой. Мәдениет Сендер содан келген жайдақ дейді. Қонысбек Белгібаев деген кісі бар ма? Иә. O soğuklar gelip öşürdü. Hansbek Belgübayev'in ağında o kişi ülken hizmet istedi. Baldar'da hizmet istepti. Естуім. Мәдениет атауы сонда Текшілден кейін пайда болған ба? Мәдениет деген ауылдың аты Текшіл ауылынан кейін пайда болған ба сонда аты? Кейін пайда болған ғой. Ол 53-ші жылы Халқозды ірілендіру деп келді. Халқозды. Кагановш халқозы. Тегішіл халқозы. Қызыл Қазақстан халқозы. Үшеуін біріктірді. Сөйтіп, ол Кагановш халқозы қойды. Ол вақтана үлкендерге ықтайтын Лазар Майсеевич Каганович деген кісі болған. Соның намында Каганович, болмаса Кагановичта бір 20 шақты үй бар еді. Соның бәрімізді қосып Каганович колхозы ғой. Содан 3 жыл ма тұрды ғой. Әлі Ермахан Рысқұлов деген председатель колхозы болып келген. 8 ай тұрды ма тұрмастан ол кетіп қалды, Досанбаев деген біреу келді. Сөйтіп, колхоз бір күні совхозға ауысатын болды. 57 жылдың ақырында совхоз болды. Совхоз болғаннан кейін біздің көзіміз ашылды. Өйткені барлық колхоздың малын совхоз сатып алды. Сөйтті де біздің еңбек ақымызға ақша берді. Ақша бергенде біз малшымыз. Малда көп ақша алады ғой енді. 10.036 сом ақша келген. Содан сол ақша құралып 57 жылдың несінде құда болып
57 yılın 12. dekabr günü mü uylandım. 20 yaşımda uylandırdı kim? Sodan kete verdi o. Osunday. Сол көке. Онда сол 27-ші жылы, 28-ші жылдар текшіл атау алынған екен де онда, е? 28 жыл атанған ғой. 28 жыл атаған. Ең бірінші тегісші болған. Текшіл атауы 28-ші жылы алынды. Ал мәдениет ауылы ше? Бұл мәдениетке кім болғанын білмеймін ғой. Онда баламыз ғой біз енді, оны қаяқтамыз. Даже туылмағамды ғой керек десе кеше. 28-де. Таскескен ауыл одан кейін пайда болды, дұрыс па? Таскескен ауылы кейін келген ғой бұл. Таскескен деген. О, Таскескен, Бержанда қатын кескен, жалпақ кескен деген кескен жүдә көп еді. Оның бәрін кейін әңкі-тәңкі қып экскаватор ашып, сөйтіп тастаған ғой. Енді көке, енді өзіңізден кейінгі балдарыңызға, әнелеріңізге осы ауылға батаңыз сұрасақ, бата берсеңіз. Еліміз бірінші, еліміз аман болсын. Жұртымыз тыныш болсын. Қадамдарың құтты боп, алға баса беріңдер. Жақсылық заман болсын. Мынау. Мына заман жаман заман емес. Мұндай заман айланып қайтып келуі де қиын. Zaman alға қарай қадам басқан сайын аршынымыз өсіп, халқымыз аман болып, тілектері қабыл болып, бәрі жақсы неғызын. Құдайым оңласын, жаманшылық болмасын, аспанымыз ашық, заманымыз тиш болсын. Ел жұртым аман болып, бала-шаға, жастарға Құдай жүрім берсін, кәрілерге иман берсін. Біздің көргенімізді бұларға көрсетпесін. Құдай көрсетпесін. Шырағым басқа не деймін? Қадамдарың құтты болып, елдерің аман болып, бала-шағаларың шауып, өсіп өне беріңдер. Аумин. Шырағым.